1995 жылы 30 тамызда Қазақстан халқы өз елінің атазанын қабылдады. Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырды. Оның ең қымбат қазынасы адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары. Сондықтан Конституция азаматтардың құқығы мен бостандығының кепілі. Конституция Қазақстан Республикасының негізгі заңы. Биыл Конституция қабылдағанымызға 25 жыл. Қазақстан Республикасы Конституциясын осы басылымы айтулы күнге орай шығарылды. Кітап-альбом тамаша суреттермен безендіріліп, қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде өзгерістер мен толықтырулар енгізілген барлық бап кірді. Конституция мерейтойына орай Абай орталық аудандық кітапхана қоры осы басылыммен толықты. Кітап-альбом көпшілік оқырманға арналған. День 30 августа 1995 года в новейшей истории нашей республики ознаменовался важнейшим событием – рождением Конституции независимого Казахстана. По признанию президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, Конституция Казахстана, вобрав в себя лучший мировой опыт и практику, а также исторические и национальные традиции, служит прочным фундаментом единства народа и независимости нашего государства. Конституция – основной закон Республики Казахстан. В этом году исполняется 25 лет со дня ее принятия. Настоящее издание Конституции Республики Казахстан посвящено этой знаменательной дате. Книга-альбом содержит все статьи с изменениями и дополнениями на казахском, русском и английском языках и проиллюстрирована замечательными фотографиями. К юбилею Конституции фонд Абайской центральной районной библиотеки пополнился данным изданием. Книга-альбом предназначена широкому кругу читателей. The Constitution is the basic law of the Republic of Kazakhstan. This year marks the 25th anniversary of this adoption. This edition of the Constitution is dedicated to this important date. The book album contains all the articles with changes and additions, and it is illustrated with great photos intended for a wide audience. Мемлекетіміздің мерейін асырып, мәртебесін өсірген ата заңды жүзеге асыру республиканың әр азаматын белсенділігіне, ықыласына, құрметіне байланысты. Олай болса, Конституцияны ардақтайық, құрметті халайық, ұлттық келісім мен кемеңгерлік арқылы отанымыз берік болып дами берсін.